27 жасар қыз еді. Менің көршім Тума Сағип, анасының жалғыз перзенті. Ол бала күннен Құран жаттады. Құранның қай аятын оқысаң, ары қарай мүдірмей жалғастырып кете беретін дәрежеде жетік білетінді. Мұндайда әдетте Құранды Фатиха сүресіндей жақсы біледі деп айтады. Көп уақытын Құран оқуға арнайтын. Осылайша анасы мен қызының өмірі өтіп жатты. Бір күні әлгі қызды айттыруға кісілер келмекші болады. Жасыратын жоқ, көрші қолаңның барлығы аң-таң. Кейбіреулер тіпті менсінбей, ондай қызды қалай елдікке алмақ, ертеңгі күні қалай өмір сүрмек, ол тамақ пісіре алмаса, кір жуа алмаса деп жатты. Тіпті қыздың анасы да абдырап қалды. Анасы маған келіп, айналайын, құдалар келейін деп жатыр. Үйде еркек кіндікті ешкім жоқ, құдалар келгенде біздің жанымызда болсаңшы деп өтінді. Әрине, көрші ақысы, құдай ақысы, қызметтеріңізге жарасам, мен қуанамын деп келістім. Жігіт 32 екен. Қарапайым, сөзі түзу азамат. Қонақ үй желісінде бас аспазшы. Дастархан басында ұзақ отырып әңгімелестік. Көрші қыз Зағип демесең, ай десе аузы, күн десе көзі бар ашарлы, көркем мінезді, ойымен парасаты озық. Жігітті шығарып салған соң қыздың шешесі маған, құдай-ау не дейді, бір ауыз бірдем айтшы, деп жігіттің ойын білгісі келіп. Мен ананың көңіліне қарап, шеше, күтейік, құдай қаласа жақсы жаңалық боп қалар дедім. 2 жұм өтті. Бір күні телефоныма белгісіз бір номер қоңырау шалды. Өткендегі күйеу бала екен. Ағатай, мен үйленемін деп шештім деді. Құдалар келіп неке қиылды, шағын той жасалды. Осылайша Құранды өміріне серік еткен қызға Алла тағала өмірлік жарын жолықтырды. Бұл оқиға 9 жыл алдын болған еді. Бүгінде олардың 3 перзенті бар. Барлығы Құран жаттаумен айналысады. Бұл хикая ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқан сөзінің қаншалықты шындық екенін көрсетті. Муслим хадис жинағында ақиқатында Алла тағала бұл кітаппен бір адамдардың мәртебесін көтереді, ал біреулердің дәрежесін түсіреді делінген. Бұл хадисті Хазіреті Омар, Алла оған разы болсын, риуаят еткен. Оның мынандай бір хикаясы бар. Халифа Омар, Алла оған разы болсын, заман екен. Мекка әкімі Нафиғ бин Харис халифамен Ғұсфан деген жерде кездеседі. Меккені кімге тапсырып кеттің? Деп сұрайды халифа. Абдурахман бин Абзаның құлы болған Ибн Абзаны тағайындап кеттім дейді. Мекке қаласына кешегі құлды әкім етіп қалдырып кеттің бе? Деді Омар. Ол Құранды толық жаттаған, мұра мәселесін жетік білетін адам дейді Нафиғ. Мұны естіген халифа былай дейді. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ақиқатында Алла тағала бұл Құранмен бір адамдардың мәртебесін көтереді, ал біреулердің дәрежесін түсіреді деген шешімін құптаған екен. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.